Арыстан мен тышқан. Ертеде аң патшасы арыстан мен титімде ғана бір тышқан көрші тұрыпты. Арыстан өте тәкаппар паң болыпты. Ол орман ішінде тірі жанды көзге ілмей, иіліп бөгіліп жалбаңдағандарға пысқырып та қарамай жалғыз қыдырып жүре береді екен. Титімдей тышқан өтіп бара жатқан көршісін көріп алдынан шығыпты. Bir ауыз тіл қатып амандасуға асыққан екен. Аң патшасы басымен қайдағы бір тышқанмен әңгімелесіп тұрғаным жарамас, деп ойлап, арыстан оған мойын бұрмай жүре беріпті. Көршісінің жаратпай өтіп кеткенінен тышқан қатты ренжіпті. Содан бастап алдынан шығуды қойыпты. Кейін келе арыстан көрінбей қалыпты. Бір күн өтеді, 2 күн өтеді, серуенге шықпайды. Сырқаттанып қалғаннан сау ма өзі? деп ойлап тышқан. Қанша кекірейсе де, халі нашарлап жатқанда қол ұшын бермегенім жарамас, деп 3-ші күні көршісіне жол тартыпты. Орман ішімен жүгіріп келе жатып, жақын маңдан ыңырсыған дауысты құлағы шалып қалады. Алаңқыға шыға келсе, жол бойында қиналып жатқан арыстан екен. Алдыңғы аяғым темір қақпан қысып қалыпты. Жон арқасы да аяқтары да тілім қақпаннан шығамын дей. 3 күн бойы арпалысып әбден әлсірепті. Жүдеп жадап құр сүлдері қалыпты. Қадірлі көршім-ау, не болған саған? Ыңырсығың жаман ғой, депті тышқан көзіне жас алып. Көрмей тұрмысың аяғымдағы қақпанды? 3 күннен бері әбден сілесім қатып, босана алмай тұрмын. Қақпанды ағашқа тас қып байлап тастапты. Аңшылар келіп қалса, саудамның біткені. Қол ұшыңды бере көр, көршім-ау. Арқанды қи, жақсылығыңды өмір бойы ұмытпаймын. Тышқан арыстанды айып, арқанды өткір тістерімен кеміре қиып түсіріпті. Арыстан өстіп темір қақпаннан зорға атылыпты. Содан бері ол тышқандарды көрсе, кекірейіп өте шықпай, алдымен сәлемдесетін болған екен.